грипповать етіп жатырмыз ба. В общем, менің де мазам жоқ. Назардың да маза жоқ. Бір жағынан папам да ойлап мазам ашып отыр. Ертең папа уже жатады. Негізінде қазір жүрегінде батарейка тұр ғой. Сол қатты соғып кетіп жатыр дейді, уже болмай жатыр дейді. Енді только жүректі ауыстыру керек, басқа жүректі қою керек. Бірақ жүрек табылмай жатыр. Достар, үшін 2 күн болып маза қашып жөтеліп қайттым. Алматыда не болып жатыр өзі, бірдеңе шашып жатқан жоққа павлода подряд кетіп жатыр қой. Түрі әбіршіп кеткен, такси ұстап. Бағасы сынып тұр кәдімгідей. Күнім мен андай энергияң жоқ па ұстап жатасың үшін. Тұрсың басың ауырады әйтеуір. Аман болыңдар. Өздеріңе қараңдар. Болсын. Ой, рахмет шәке. Қақал, отсай апарып сәй. Отсай. Біздер аквапарктен шығып әдемі күшті дем алдық. Қалайсыңдар достарлар? Всем привет. Аквапарк шынымен әдемі екен, ұнақ болды ше маған. Күшті барып дем алып тұруға болады екен, Конечно. Мен сені жаман жерге апарамын ба? Болды. Енді қазір қай жерге бара жатырмыз? Дома. Домой. Мен братанның. Расул бауырымыздың ағасы мен жеңгесінің үйіне бара жатырмыз. Құдай қаласа, сонда болып қонып демалып, ертеңгісіне тағы да бір пландар бар, Болсын достар, мен әлі отырмын, ұйықтай алмай. Ұйқы деген ауысып кеткен ғой. Балдардың киімін үтіктеп, ертең сабақ қой соған. Енді болдым, қазір жатайын дедім. Түнде қарным ашатыны бар ше бірдеңе жеп алып ұйықтамасам, қарным тоймаса ұйықтай алмаймын. Күндіз вообще қарным ашпайды. Соны енді кішкене салмақ қосып алғаным бар, енді азу керек тұр, қалай ассақ екен. Гвоздика деген бар екен ғой, сол азыртама достар. Сол мен істесем бе деп миым қатып отқан ғой, қалай азам деп. Көп тамақ ішіп кеттім, қимыл болмай кетті. Сол мен осындай болғаты жағдай менде. Жаңа дайректке жазған қыздар, сізге ответ бере алмай жатырмын ғой. Қолым тимей жатыр ше конкретно. Сол мен Түркістанда дым жоқ дейді біреу, Шымкенттен. Қайырлы таң қазақ елім. Кешегі мына кроваттың ішіндегі тұрғанға қыз ба, неге розовый деп сөйтіп жазып кетті. Мен мән бермеппін шынымды айтайын. Бұл алдында оқырмандардың бәрі подарка жіберіп жатырды ғой, кезекпен кезек. Сол кездегі келген подаркалардың ішіндегі осы неге арналған, манежге арналған зат еді. Айналасына қоятын еді. Бәрін жазып бастағаннан кейін барып мән беріп тұрмын ғой. Түнде сол қойған кезде шымен бермегенбіз, розовый ма, не ма депті. Негізі ұл болатын. Бірақ енді мынандай болып тұр. Бірақ пастельмен кәдімгі затымен бірде простыня ма, не? Простынясымен бірге жүреді екен. Күшті болып тұр негізі. Сол цветіне бәрі айтып жатыр. Сенде ұл емес пе? Неге қыздың түсін қойып қойғансың дейді. Мен емес, ол оқырмандардың берген несі ғой. Подарка сол. Соны кеше алып жайып көргенбіз ғой. Тұрып шай ішейін деп жатырмын. Кейде біздің қазақтарға таң қаласың ғой. Біздің қазақтардың бар ғой, көбісінде қолдау деген жоқ бар ғой. Тек бір-бірін таптап, жерге тағып, етегінен тартып, жамандап, көрге дейін апарып тастауда. Мысалға келтірейін де. Сахнаға жаңағы, енді мысалға әншілік заты жоқ, білімі жоқ, бірақ дауысы орташа халыққа ұнайды. Халыққа ұнап отыр, тыңдармандар бар, әндерін тыңдап жүр деген сияқты. Сондай адам шықса астына кім көрінгеннің бәрі шығып кететін болып та, сахнаға анау-мынау білімі жоқ деп сөйтіп астына жазып отыр екен да. Соған мен айтқым келеді да, айналайын жандарыма, кім көрінген дейсіңдер? Сендердің ұстап отқан телефондарыңды осы, мен мысалы түсіріп отқан видеоға осы айфонның өзін
қандай адам ойлап тауып қазір барлығың жыл сайын қырылып сол айфонды алып жатқандарыңды айтып берейін ба? Мына біздің ұстап жүрген айфонымыз бар ғой, кезекпен кезек жыл сайын бір-бірімізге жарысып, папам айфон алып берді, мамам айфон алып берді, сіңілім айфон алып берді деп мақтанып жатамыз ғой. Айфонды шығарған, ойлап тапқан адамның өзі Стив Джобсты келтіре салайын мысалға сендерге. Оқымаған адам, сөздің ашығы, колледждің бірінші семестрінде тастап кеткен оқуын. Білімі жоқ, былай қарап тұрғанда. Не бакалавр білімі жоқ, не колледжді аяқтамаған, мектептің кезінде 6 сыныптан отчисление кетіп қалыпты еще деген. Сондай кісінің шығарған телефоны, мына айфон. Бәріміздің қырылып жойылып, мына бала шағамыз деген айфон, тіпті өлеңге дейін бір айфон купи деп мысалға. Сонда андайда бір кім көрінген, бірдеңе деп менсінбеушілікті бізде қазақтарда. Ол әңгіме кім көрінген емес, адамның бағына байланысты ғой. Бағы мен тағына байланысты, оқысын, оқымасын. Қазір оқымаса да, білімі болмаса да, дауысы күшті әншілер бар ғой. Тек біздерде шығарда сол қолдамайтын да, қолдамайды, жерден алып жерге ұрып ойбай дей беретін да. Атап негізі көп нәрселер бізді қолданып жүрген, істеп жүрген, сол жаңағы жоғарғы білімі жоқ адамдардың ойлап тапқан заттары неғысы. Бәріміздің қырылып жойылып, бір трендке айналдырып, алып жүрген, тұтынып жүрген заттарымызды ойлап тапқан көбісінің жоғары білімі жоқ. Біз түгілер қолдамайды әйтеуір, тек оқымаған, тоқымаған сонымен санастырады да, бір жапырақ, бір сідік бет қағаз бар емес па, сол дипломмен салыстырады. Дипломымыз болса да жұмысқа кірген кезде айлық 50 мың деді ғой. Жоғарғы диплом, ұлттық университетті бітіріп келгеннің өзінде беріп тұрған айлығы 50 мың болды ғой. Ең қызығы бізде бакалаврды жоғары оқу орнын бітіріп келіп, ұлттық университет болсын, грантты оқысын да, күшті жаңағы затты мамандықты бітіріп келіп, жұмыс іздейін десе, опыт работы сұрайды да. Өз кеше бітіріп келген адамды. Енді сендер жұмыс бермесеңдер, опыт работайды қаяқтан жинайды ана қарағасқа. Қаншама жаңағыдай жоғарғы білімді дипломы бар адамдардың дипломы шаң басып, өздері былай жаңағыдай товарный бизнеспен, саудамен, бизнеспен айналысып кеткен адамдарды білемін да. Тым пайда қаспай қалды да жаңағы дипломдарды. Бірақ енді мықты мен деген универді бітірген адамдарға былай қарап тұрсаң, жұмысқа тұрайын десе айлығының сықпыты 50 мың, 80 мың, 150 мың теңге дейді. Ол бір айға жетпейді. Шыны керек сөздің ашығы. Еще опыт работы сұрайды ғой. Өздері жұмыс бермейді, опыт работы сұрайды ғой. Жұмыс бермесеңдер опыт работы қалай жинайды ол? Кеше вообще почти что сторисқа бетіп шықпаппын. Кеше күні бойы тым энергиям болмай, алдыңғы күннен давлением сәл көтерілгені бар. Сонымен кеше күні бойына тіпті күшім болған жоқ, бір стористе бірдеңе деп әңгіме айтуға да. Сон бүгін тұрып алып қой, шай ішіп алып, таң атпай бәрі ұйықтап жатыр үйдің ішінде. Жалғыз өзім кухняда самбырлап отырмын. Қалайсың, боянудан қалдым қасқа. Боянғым да келмейді, кірпік те салғым келмейді. Вообще шашым тарағым келмейді оташым. Душтан 2 күн бір душқа түстім ба, сол күйі шашым әлі таралған жоқ. Құдай білсін не